сен ойланбасаң болмайды. Біз біліп отырмыз, біз ұлтшыл қазақпыз. Біз қазақ үшін жүрегімізді жұлып беруге дайынбыз. Қытайдың түрмесінен мыңдаған, он мыңдаған қазақтың шығуына тіке себепші болдық. Қытай концлагерінің бүкіл әлемге әшкере болуына тіке себепші болдық. Сайрагүл Сауытбайды құтқару үшін кеудемізді өлімге де, басымызды бәйгеге тіктік, өлімге бетпе бет келдік. Көлік шырғалаңы да туылды, қастық болды, артымыздан доңғалағымыз да атты. Ол қазақ үнде сол кезде жарияланды, өшіріп тастамаса. Оның бәрі бар. Сайрагүлді Қытайға қайтармақшы деп дабыл қағып көп өтпей өзім ұсталдым. Сол кезде де айтты, сен сол үшін ұсталдың деп. Осының бәрі неге? Неге бүкіл мал мүлкімізді тартып, әке шешемнің банк есеп шотында, менің есеп шотындағы ақшаның бәрін мұздатып, бәленбай $100.000 ақшамнан айырылып, Қазақстаннан құр дамбалмен шықтық міне. Құр дамбалмен шықтық. Бүкіл жаңағы арестке қойды. Тартып алған 6 телефон қайтарған жоқ. Атажұрттың бүкіл компьютер, анау фильм түсіретін жабдықтарын тартып алып, үйімді 2 мәрте өзінің сұмырай фейк ұлтшылдарына жаңағы анау малдарға тіркеп берді 2 рет. Артынан олардың бәрі бізге арыз жазды. Сол арыз жазу үшін кейінбінің құлдары қойылар. Енді олар өтірік ұлтшыл болып қазір анау мамайшыл болып жүр. Мамайшыл болып жүр ғой, кейін мамалатамыз ғой оларды. Қазір жүре тұрсын, санаулы күндері бар. Ал енді бұл жердегі менің айтайын дегенім, осындай сұмырайлармен неге алыстық? Неге Құдай берген өзімізге әулетіміздің байлығына дейін бас тартып, бүкіл ата-анамыздың бүкіл қаржысына дейін сарып қылып, ең соңында соның бәрін мұздатқызып, банк есеп шотымызға дейін әлі мұздаулы тұр мысалы. Неге істеп отырмыз? Ұлттың мүддесі үшін. Себебі дүние қолдың кірі. Дүние әке шешеме де жолдас болған жоқ, кетті. Ол кісілер де менің ұлттың мүддесі үшін жұмыс істеуіме батасын берді. Әкем де шешем де батасын берді. Тірісінде батасын берген олар. Балам, еркек тоқты құрбандық деді. Мен сол үшін шықтым. Әр күні кеште, шешем марқұм бар, әр күні кеште сағат 10-11-де Radio Free Asia'да бүгінгі хабарын шығып па деп отырып тыңдайтын сол кісі. Әр күні 10-15 қазақтың хабарын Radio Free Asia'ға беріп отыратынбыз. Әр күні соны Radio Free Asia'ны тыңдайтынбыз. Шеше шығыпты, мына бәленше шығыпты. Анау әкесі сотталып кеткен шығыпты міне деп. Соның бәрін тыңдап батасын беріп отыратын. Сондықтан мен өкінбеймін. Ол халқым қолдап отыр, қазағым қолдап отыр, шетелдегі қазақтар қолдап отыр. Міне, соған мен өкінбеймін. Ешқашан өкінбеймін. Мына Еуропадағы қазақтарға, Германияда, Францияда, Түркиядағы қазақтарға егер тағы да қолдаймын десеңдер, мен жуырда Америкадан банк есеп шот аштым қызық болғанда. Банк есеп шотымды тіке лақтырып беруіме болады. Тіке сол Еуропа, Америкадан менің Америкадағы, оны кейінбі бақылай алмайды ең қызығы. Кімге көмектесіп жатыр, кейінбі бақылай алмайды. Тіке лақтыра бересіз. Халықаралық есеп шотын бірақ ашқызып қойдым. Себебі Америкада қысқасы супермаркетке кірсең де ақша сызып жүре береді екенсің, бензин машинаға төлеп қарап жақсы екен жаңағы көлігіңнен бүйтесің де сызастап кете бересің бензинді. Супермаркетте де карточка сызып жаңағы сатушыға жоламай өзің төлеп өзің шығып кете береді екенсің. Карточка жасатып қойдық. Осы әңгіме көп нәрсені айтып отырмыз. 1313 қазақ көріп отыр екен. Лайк басыңыздар. Мұнда 117 қазақ Фейсбукте көріп отыр екен. Бөлістіңіздер ме, сіздер бөліспей отырсыздар ма? Фейсбуктың бөліскені білінбейді. Көріп отырсаңыздар, бәріңіз бөлісіп, таратысып, мына YouTube-тегілерді таратыңыздаршы, көп таратыңыздаршы. Біздің мына каналымыздың жазушылары аз болып тұр. Баяғыда Атажұрт Қазақ Human Rights каналымыз кезінде ешкімге өйтіп жазыл демеуші едік. 50 мыңға жетпейді біздің көрермен. 50 мыңға жетпейді, 48 мың ба бірдеңе болыпты. Сондықтан үздіксіз таратыңыздар, подписация, тіркелсін астында жазып. Сіздердің еңбектеріңіз біз үшін маңызды. Сол менің айтарым, бүкіл G7, НАТО-ның жиналысы, Қытайдың несі, Қытай туралы айтам деп ұмытып кеттім ғой, бірдеңкені айтам. Мына Си Цзиньпин Чинхайға барыпты. Чинхай деген мына Қытайлар әдейі Тибетті екіге бөлді. Шизан, Чинхай деп екі провинцияға бөлді. Чинхай деген сөз қазақшаға аударғанда көк көл,
Мен айтатын, Асан Қайғы бабамыз сол Көккөлге барған Тибетке, сол жерді көріп, Көккөлді көріп, желмаясын тоқтатып, қазаққа қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған жерұйық болсаң сен боларсың деп, сол Көккөлде бір тыныстаған екен дейді Асан Қайғы бабамыз. Асан Сәбитұлы бабамыз. Ноғай мен қазаққа ортақ қой ол кісі. Ноғай мен қазаққа ортақ. Ал енді сол Ноғай қазаққа ортақ Асан Қайғы бабамыз барған сол Көккөлге, Чинқай өлкесіне, сол Көккөлдің атымен аталған Чин деген, көк деген сөз, Қай деген теңіз деген сөз. Көк теңіз дейді қытайлар. Бірақ ол үлкен таудың басы, теңізге жалғаспайды. Қазақша айтқанда Көккөл, қазақтар Көккөл деген. Сол жерге кім барыпты? Си Цзиньпин барыпты. Енді қазір үлкен дау болып тұр. Ол жер негізінен Тибеттің жері. Тибеттің жері, оны бөлшектеп алып, әдейі екі провинция жасап, Тибетті Шизан Тибет автономиялы регионы деп, ананы Чинқай жай өлкө, автономиясы өлкө деді. Бірақ ол жерде тағы негіз қалды Тибет, жаңағы сол жерге барып, шын өтірігі белгісіз, Тибет пен Қытайдың өңі құсап кетеді, оның үстіне үсті тұрып, бәрі күнге күйген, Тибетің де қап-қара, Қытайың да қап-қара күнге күйгеннен. Ол күнге күйгенде анау теңіздің деңгейінен 3.000-2.5 мың метр биік болғандықтан мына ультравиолет сәуле күйдіреді. Бетін кәдімгідей бір мына ыстық жерге, Дубайға барып күнге қақталып келгендегідей емес. Бетің сүген сияқты күйеді. Сүген сияқты күйеді. Ол жерге бізде барғанбыз кезінде. Ол өте биік, оттегі аз. Ол жердің кез келген жай бір қылмиып тұрған қызы мен жігіт үрдеген кезде ана несін 4 мыңға өкпе тексеретін бар ғой, 3600-4 мыңға жеткізіп тастайтын. Ал енді жай ойпатта өскендердің спортшылары соған жеткізгенде олар сөйтеді. Себебі олар оттексіз жерде тыныс алып жүріп үйренген. Соны екі үлкен дау болып жатыр. Бірі Си Цзиньпин бір жаңа көлге, суға сұғынып кіріп тұрған, ар жағы көрінбейтін ағаш көпірдің үстінде тұр. Енді бұлай ыстық көлде де тұр ғой, мысалы, бір ағаш көпірлер, адамдар фотоға түсетін, жаңа секіретін, мындай көпірлер болады ғой, ағаштан жасап қойған. Бірақ ар жақ көрінбейді, оның ар жағын су алып кеткен, кәдімгідей су басып тұр. Бер жағы, енді бұлай су өскен кезде басып, су өспеген кезде бетінде тұратын. Бұны енді қытайлар қатты ырымдайды. Әсіресе басшыларды Қытайдың мына ұлттық наным сенімінде қатты ырымдайды. Оны Қытайдың медиасы дуанчау деп жатыр, яғни көпір үзілген дейді. Мына аяғы жоқ, орта жолда ары қарай өзеннің судың ар жағын өте алмайтын, ар жағын су басып жатқан, бер жағына тақтай, мысалы мына су болса, тақтай бүйтіп кірігіп тұр да, суға кіріп тұр тақтай көпір. Бер жағына құрғақ тақтай, ар жағы су басып тұр. Сол жерде Си Цзиньпин көзіне көзәйнек тағып фотоға түсті. Бұл жұмыс орта жолда аяқтау, ар жалғастыра алмау, жолы кесілу, орта жолда кесілу деген ұғымды білдіреді Қытайдың назарында. Әдетте патшалар бұны қатты ырымдайды. Қытайлардың деген тұтас өмір ырымнан тұратын халық қой. Қазақ енді ырымды жек көреді. Жаман ырым етеді, ырымы қырын кетеді дейді қазақ. Біздің шариғатымызда да ырымды дұрыс көрмейді. Қазақ сол шариғат бойынша жаман ырым етеді, ырымы қырын кетеді дейді. Ырымның бәрі теріс екендігін біздің шариғатымыз айтады.